екінші тест. Яғни 8-ші сабақтан кейінгі орындайтын тесттеріміз. Бірінші және екінші сұрақ. 맺혀진 것과 의미가 같은 것을 고르십시오. асты сызылған жермен мағынасы бірдей сәйкес келетін нәрсені таңдаңыз дейді. мысал, 보기. 책상 아래에 뭐가 있어요? үстелдің астында не бар дейді. яғни аре дегенге мағынасы бірдей сөзді табамыз. 위 деген үсті, арты, түй деген сай деген ортасы, мит деген яғни асты деген сөз болды. осы дұрыс жауап болады. осы сияқты хаго деген мына жерде соған мағынасы бірдей жалғауды таңдайсыздар. бірде және екіде. мына жерде де. үшінші, бесінші тапсырма. 보기와 같이 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. үлгідегідей бос орынға дұрысын таңдаңыз дейді. мысалы, 보기. 시간이 있으면 책을 읽어요 дейді. уақытым болса музыка кітап оқимын дейді. музыка тыңдаймын және немесе сабақ оқимын деген осындай гона деген жалғау дұрыс болады. 들어서 деген тыңдағандықтан, 듣지만 тыңдасам да деген сәйкес келмейді. 들으면 тыңдасам деген шығады. осы сияқты бос орынға дұрыс сөзді табасыздар. сәйкес келетін. алтыншы. 보기와 같이 빈칸에 올 수 없는 말을 고르십시오 дейді. мынау үлгідегідей бос орынға келмейтін, сәйкес келмейтін сөзді табасыздар. мысалы, 보통 친구를 만나요. 보통 오후에 әдетте түстен кейін дейді. досыммен кездесем деген дұрыс келеді. 주말에 демалыс күні. 저녁에 кешке. барлығы сәйкес келеді. 지난주에 деген сәйкес келмейді. әдетте өткен аптада. осы сияқты олардың ішінде сәйкес келмейтін сөзді табасыздар. 7 мен 9ға дейін. 맺혀진 부분에 알맞은 것을 고르십시오. асты сызылған бөлікке, сызыққа жалпы дұрыс сөзді табасыздар. дұрыс сөйлемді жауапты таңдаңыз дейді. мына жерде сұрақ берілген. осыған дұрыс жауапты таңдайсыздар. 10-11. 다음을 읽고 맞는 것을 고르십시오 дейді. келесіні оқып, дұрысын табасыздар дейді. таңдаңыз дейді. яғни бұл жерде текстті оқып, осы тексттің мазмұнымен сәйкес келетін сөйлемді табасыздар. мазмұнымен сәйкес келетін. 13. 다음에 내용과 같은 것을 고르십시오 дейді. келесі тексттің мазмұнымен сәйкес келетін таңдаңыз дейді. бұл да алдыңғы тапсырма сияқты екен. осыны оқып, осы мазмұнымен сәйкес келетін дұрыс сөйлемді таңдайсыздар. 13, 14, 15. 16-да. 다음을 읽고 맞지 않은 것을 고르십시오 дейді. келесіні оқып, дұрыс емес, сәйкес келмейтін нәрсені таңдаңыз дейді. мына жерде кішкене бір
хабарландыру сияқты бір қағаз берілген, пио дейді. Осыны оқып, шақыру ма, хабарландыру. Куанго дейді. Ағылшынша кәрісше. Осыны оқып, осы мазмұнына сәйкес келмейтін сөйлемді табасыздар. 17 мен 18. 보기처럼 두 문장을 빠르게 연결한 것을 고르십시오. үлгідегідей екі сөйлемнің дұрыс жалғанғанын таңдаңыз дейді. Онда үлгідегіде мысалы 진수씨는 멋있어요 деген бір сөйлем, және 수지씨는 예뻐요 деген осындай екі сөйлем берілген. Соның дұрыс жалғанғанын таңдаймыз. Және го деген болады, дұрыс. 그리고 진수씨 멋있고 수진씨는 예뻐요 деген. мына жерде осы деген себепті білдіреді, жиман деген қарама қарсылықты, гона деген екеуінің біреуі немесе екеуі де дегенді білдіреді. Жаңағы әдемі немесе әдемі деген сөз. Осы сияқты мынандай екі сөйлем берілген, соны дұрыстап жалғайсыздар. Дұрыс жауаптары мінекей, орындап болғаннан кейін өздеріңіз тексеріңіздер.